Ассалаумағалейкум. Араға айлар салып жақсы киноның қайтадан жандануына түрткі болған нендей фильм десеңіз, ол Сәбит Құрманбековтің «Оралманы». Иранда өткен 35-ші халықаралық Фаджр кинофестивалінің ең үздік азиялық фильм номинациясы бойынша жеңімпазы, Астанадағы Еуразия кино байқауының ең үздік фильмі және Татарстандағы мұсылман киносы фестивалінің ең үздік ер адам рөлі жүлдесіне ие болған «Оралман» фильмі бүгінгі жақсы киноның негізгі сөз етері болмақ. Бұл жер менің ата жұртым. 30 жылдарға Қызыл қырғыннан қашқан Базарбай қария Ауғанстанның Құндыз кешлагынан пана тапқан. Жылдар өтті, кеңес өкіметі құлады, ал Ауғанстандағы соғыс тоқтаған жоқ. Бейбіт Қазақстанның газет қиындысындағы фотосы Базарбай қарттың жүрегін қозғайды да жүреді. Оның есейген бір ұл, бір қызы бар. Қыз ауғандыққа тұрмысқа шыққан, ал ұлы кеңес әскеріне қарсы соғысқан кәдуілгі маджахет. Төрінен көрі жақын Базарбай қарт қайткен күнде де туған топыраққа табан тіреп, қазақ даласына келіп қисаюды армандайды. Бұған дейін Сәбит Құрманбековтың «Әурелені» менің кино сөремдегі ең жақсы отандық туындылардың бірі болса, бұдан былай ол қатарға осы автордың «Оралманында» еркін жайғасатын түрі бар. Неге десеңіз, шетелден ата жұртқа үдере көшкен, қандастардың оқиғасын шынайы әрі асқан жылылықпен суреттеген қандай да бір фильмді бұрын соңды өз басым көрмеген екем. Меніңше бұл тақырыпқа ден қойып, кәсіби камерасын бағыттаған алғашқы киногер осы Сәбит Құрманбеков шығар. Мұндай фильмдер ешқандай кинофестиваль үшін түсірілмейді. Бұл бізге, қазақтарға арналған фильм. Біз бәрімізде белгілі бір мағынада оралманбыз. Кеңес өкіметі тұсында көп дүниені жоғалтып, біз сол жоғалтқанымызды енді тауып жатқан оралманбыз. Бұл менің сөзім емес, бұл фильм премьерасында айтқан режиссердің сөзі. Расында сыннан өткен тағдырдың тезінен сынбаған кей жоғымызбен қауышып жатырмыз. Оралман осы турасында, яғни мықты адамдар жайында, мықты түсінік жайында. Содан шығар бәлкім Оралманның сыртқы формасы, кадрлері суық, ызғарлы көрінеді. Оқиға қыс уағында өрбейді, бейне бір қазақтың өзара қарым-қатынасы секілді. Қабағы түксиген шекарашы, әлгі кісілер келді деп қарсы алатын хатшы қыз, кіргіш сөздерінде дүңк еткен ауыл әкімінің мінезі. Бұның бәрі фильмнің сыртқы формасы. Сондықтан Оралман сізді немесе сіз Оралманды бір аса суық қарсы аласыз. Бірақ келе-келе оның ішкі формасынан автордың тартын айтқанда қазақтарға деген, ал асыра айтқанда адамзатқа деген ілтипатын, сағынышын әрі айтып бір түсіндіре алмайтын махаббатын сезінесіз. Тіпті шекарашы орыстың адамгершілігін айтсаңызшы. Енді заманауи фильмдердің конфликтіге жүгінген формасына салар болсақ, тап сол сахнада Оралман мен орыс әскерінің арасынан бәлкім қантөгіс кемі бір жайсыз оқиға күтер едіңіз. Мен әлгі Базарбайды жерлеу сахнасын айтып отырмын. Алайда фильмнің сценарийін қазақтың жадында ақыл тентек болып қалған қожа, яғни Нұрлан Санжар жазғанын ескерсек, енді заманауи формула, конфликт, саспенс жақсы ғой, бірақ Нұрлан Санжар мен Сәбит Құрманбеков ерке көрермен күткен қатып қалған қатал заңдылықтарды екінші орынға сырғытып, кадр бетінде кәдімгі адамгершілік дейтін кинода ұмтыла бастаған ерекше қасиетті әспеттейді. Бұл да қазақтың мінезі. Тіпті қазақпен қоныстанған өзге ұлттың бойында бар қазақтан шыққанға деді. Ендеше шекаралық мемлекетаралық тәртіп бола тұра, адамдар арасындағы түсіністік пен қарапайым адамгершілікке жүгіну пенденің бойына оралу түйіс құнды қасиет. Фильм авторларының пайымынша адамдар тең туылып, тең өледі. Демек, тең жерленеді деген сөз. Ана бір тұста Сапарқұлдың әйелі күйініп кетіп, біз бұлар үшін бөтенбіз, бөтен болып қала береміз. Тіпті атамды жерлеуге бір сүйем жердің өзі әрең берді, кетейік дейді ғой. Қайтсын енді әйелі ғой, жаны күйіп айтып отыр, бірақ Сапарқұл өз ұлтының мінезін біледі, әкенің аманатын ұмытпайды. Сендер нендей қиындық болса да шыдайсыңдар, өйткені бұл сендердің отандарың демеді ме? Есім Сегізбай сомдаған кейіпкер, Базарбай қарт. Демек, біздің кейіпкер қазақтың өкпеге қиса да өлімге қимайтын, кере-келе құшағын жаятын, жүрегін ашатын дала мінезінен үміт етеді. Тек сәл шыдау керек. Мұндайда қазақ айтады, істің артын күту керек деп. Әлбетте, әр жамандықтың артында екі жақсылық барын біз кейде ұмытып кетеміз ғой, бірақ фильмнің авторлары оны қаперде ұстапты. Мұны мен не үшін айтып отырмын? Егер Оралманды аяғына дейін көрер болсаңыз, бұл заңдылықтың өміршеңдігіне Сапарқұлдың жары түгілі өзіңіз де куә боласыз. Фильмнің техникалық тұсынан тіміскіленіп мінездеуден аулақпын. Монтаж, дыбыс, музыка үйлесіп тұр. Айтпақшы, Үркер тобындағы Сағат, Айдос Сағат. Бұның кино жаққа әуес кетіп жүргені бір бұл емес. Ұмытпасам, кезінде Дәрежан Өмірбаевтың Шұға фильмінде бас кейіпкердің бірі болған еді. Ал Оралманда сол жігіт композиторлық жауапкершілікті мойнына алыпты. Енді Дулыға Ақмолда жайлы. Жоқ, ол кісі жайлы онсыз да көп айтылып жатыр ғой, жазылып жатыр. Ендеше ауыл әкімі туралы бірер сөз. 2007 жылғы Қаройдан бермен Ержан Түсіповтің персонасы жағымсыз кейіпкердің амплуасында жүрген рас. Есімде жоқ, ол бұған дейін нендей жағымды кейіпкерді ойнап еді? Меніңше ойнаған жоқ. Ендеше оның бойынан актер ретіндегі адамгершілік қасиетін оятқан да осы Оралман шығар. Ол әкім, бір сөзбен айтқанда, нағыз әкім. Біздің қоғамға ондай жандар көптік етпейді.
Ержан Түсіповтың репликаны дәл әрі шынайы айта алуын көп актердің қолынан келмейтін жетістігі дер едім. Сөздің мағынасын түсініп айту, интонацияны дәл беру қазіргі артистердің бір трагедиясы іспетті, таталды кемшілік деп айтар едім. Ендеше шашын ақшала бастаған Ержан Түсіпов актер ретінде, оның ішінде ауыл әкімі ретінде мені сендіре алды. Осы тұста сәл қынжылыс. Оралмандардың тұрмыстық тілі акценті ескерілмегені бір фильмнің табиғатына нұқсан келтіріп тұрғанын айтуым керек. Рас, Дулға да, Баян да, Қажынабиева жақсы өнерпаздар. Бірақ олар тым қазақстандық акцентпен сөйлейді. Бейне бір ауғаннан емес, арқалықтан келген қазақтар секілді. Тағы бір көңілде сұрақ қалдырған дүние, Сапарқұлдар 90 жылдары Қазақстанға келді ме, әлде 2017 жылғы мәңгілік елге ме? Егер 90 жылдары болса, неге көліктерде мемлекеттік нөмір 2012 жылдан бергі өзгерген нұсқамен жүр? Әкімдіктің ауласына мәңгілік ел деген жазушы. Енді бұл енді Қазақстаннан тыс көрерменге білінбейтін олқылық деп бір ақтап алуға болар еді, бірақ режиссердің өзі айтқандай, бұл қазақтарға арналған фильм ғой. Осындай нәрсе болды, менің мінім осы ғана. Ал фильм адамды бір түрлі үміттендіреді. Ондағы адамдардың бәрі жақсы, жаман кейіпкер тек уақыт қана. Өйткені ол күттіреді. Бірақ күте білгенге ызғарлы қыстан соң көктем бар, жайдар жаз бар. Шеттен келген кегандастың да, жергілікті қазақтың да дәтке қуат көңілге медеу қылар осы. Жақсылықтан үміт ету. Сапарқұл Қазақстанға жүргел жатқанда майдандас ауған досы айтады ғой, енді сен соғыс дегенді ұмытасың деп. Лайым солай болсын. Білуімше, Оралман еліміздің барлық кинотеатрында жүріп жатыр, барыңыз көріңіз. Айтпақшы, мені премьераға шақырған Айнұр Исаға және Айнұр Исаға сілтеп жіберген Ержан Жаубайға алғысым зор. Жақсы кино көріңіз.